Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгінгі жасалатын тамағымыз сүт көже. Яғни бұл 4-ақ құраммен жасалады. 3 кесенадай күрішіміз, шай кесемен. 1 литр сүтіміз, негізі 1,5 литр болса жақсы болар еді. Оған мен қазір қолымда 1 литр сүт қана болып тұр. Сондықтан осымен жасап шығамын. Және су, сосын тұз қосамыз. Осы 4 құраммен сүт көже жасап шығамыз. Видеоны толық қарап отырыңыздар. Қалай жасалу жолдарын бәрін көрсетемін. Некей достар, қазанымызға 3 ожау осындай суымызды құйып алып, қайнатып, үстіне жаңағы күрішімізді жуып саламыз осылай. Некей бәрін осылай жуып саламыз. Тұзымызды да салып жібереміз. Барлығын осылай салып, асты жабыспас үшін араластырып, жаймен суы тартылғанша қайнатып қоямыз. Міне өстіп қайнап жатқанда менің газым жай жанады, сондықтан жай қайнап жатыр. Өстіп арасын, астын барлығын қозғап тұрамыз. Өйткені күріш жабысып қатып қалмау керек. Барлығы жақсы араласып пісу керек. Тұзын салып, осындай тұзды суға бірінші өстіп күрішімізді пісіріп аламыз. Некей достар, біздің көжеміздің де суы тартылып пісуге шақ қалды. Жартылай ғана пісті. Енді қалғанына жаңағы 1 литр сүтімізді құятын боламыз. Bir литр сүтімізді осылай құйып алып, жақсылап араластырамыз. Піспеген күрішіміз осы сүтпен жартылай пісіп, сүт көже болып шығады. Тұзын көресіздер. Әркім өзінің татымына қарай қосады. Тұзы аздау болса кіттей тұз себезіп жіберуге болады. Жақсылап араластырып, жаймен тағы да піскенше қайнатып қоямыз. Қақпағын жауып. Әп-әдемі болып осылай жай қайнап, әдемі болып пісіп жатыр. Сүтіміз аздау болып тұр, мінекей. Негізі 1,5 литр сүт болғанда жақсы болатын еді. Осылай әдемі пісіп шықты. Қазір сіздерге ыдысқа құйып көрсетемін. Некей достар, біздің көжеміз де пісіп шықты. Дәмін көрейін. Дәмі өте керемет. Сүт көжені өзім жақсы көрем. Қазақи тамаққа не жетсін шіркін. Біздің видеомыз ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет тағам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.